Сәлем қыздар, бүгін фаршированный рулет дайындаймыз. 100 грамм сырға 3 жұмыртқа қосамыз, 3 ас қасық манный крупа, майонез 3 ас қасық, қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазына құямызда осылай жайып аламыз. Тегістеп жібересіздер. Піскеннен кейін суытып, шамал суығаннан кейін орап қоямыз. Фаршына тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Омлетіміз дайын болғаннан кейін арасына фарш жағып, фольга қағаздың үстіне осылай нығыздап ораймыз. Духовкада 170 градуста 30 минут пісіріп аласыз. Менде 2 слой фольга. Астарыңыз дәмді болсын.